Сәлем достар, қош келдіңдер менің каналыма. Қазір кешкі асқа өте ерекше, дәмді, ыстық тамақ әзірлеймін. Бұл тағамның ұнағаны сонша, жанұям қайта-қайта әзірлеуді сұрайды. Сізге де ұнайтынына сенімдімін. Ал онда міне дайындап бастаймыз. Қызып тұрған табаға тоң майды салып, туралған етті қуыра бастаймыз. Бес 10 минут қуырғаннан кейін үстіне жуа салып, жуамен бірге етті және де қуырамыз. Жуасын көбірек салсаңыз, өте дәмді болады. Енді үстіне сәбіз саламыз. Сәбізбен де 5-10 минуттай қуырамыз. Оның үстіне туралған картоп саламыз. Картоппен де қуырамыз. Енді үстіне бұрыш саламыз. Жарты шай қасық, бір ас қасық тұз салып, және менде соевый соус бар, міне осындай. Содан 2 ас қасықты үстіне құямыз. Соевый соус етті жұмсақ қылады, әрі тамақ дәмді болады. Міне осыларды былғап, және де кішкене қуырамыз. Енді барлығы батып тұратындай қылып су құямыз. Су қайнағаннан кейін қақпағын жауып, 1 сағаттай қайнатамыз. Қамыр илейміз. Бізге 1 жұмыртқа, жарты шай қасық тұз және азғантай су құйып былғаймыз. Ертеміз тұзын. Сосын ұнды салып, қамыр илеп бастаймыз. Қамыр өте әдемі болып шығады. Қамырдың қаттылау болғаны жақсы, себебі ысқанда ыңғайлы болады өзімізге. Міне иленген қамырды бетін жауып, 10 минутқа тынықтырып қоямыз. Қазанға туралған болгар бұрышымен қызанақты саламыз. Қақпағын жауып, қайнатамыз. Ұнды сеуіп, қамырды ысамыз. Қамырды кәдімгі етке салатын нан сияқты қылып, жұқалау қылып ысу керек. Қамырды ысып болғаннан кейін бетіне сұйық майды құямыз. Сосын оны щеткамен барлық жеріне жететіндей қылып жағып шығамыз. Егер щеткаңыз болмаса, қолмен жақсаңыз да болады. Сосын не осындай квадраттарға бөлеміз.
Енді тамақтың бетіне капустаны осылай қылып жауып шығамыз. Енді капустаның үстіне қамырымызды жайып шығамыз. Міне екінші қатарында жауып жатырмыз үстіне. Арасында суды осылай сеуіп шығамыз. Бұл қамырдың жабыспауына көмектеседі. Міне үшінші қатар жайып жатырмыз. Қақпағын жауып, жай отта 20 минут пісіреміз. Міне 20 минут өтті, тамақ пісті. Бірінші қамырын осылай алып аламыз. Майлы болғандықтан, араларына су сепкендіктен қамыры жабыспай, өте әдемі болып піседі. Иісі өте керемет тамақтың. Қамыры, одан кейін капустасы. Сосын қалған нәрселердің барлығын құямыз. Міне тамақтың бетіне аскөк себеміз. Тамақ дайын. Дәмі өте керемет. Біздің жанұяның барлығына ұнайтын тамақ. Осы тамақты сіздерге де әзірлеуге кеңес беремін. Егер рецепт ұнап жатқан болса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Каналға тіркеліп қойыңыздар. Басқа да өте дәмді рецепттер болады. Қош сау болыңыздар.